Саламатсыздарбы балдар? Біз бүгін сабақты бастамаш үшін көңіл көтеру мақсатында сіздерге бірнеше сауал қойдық. Көңіл күйлерің қандай? Тамаша! Сабаққа дайындықтарың қандай? Керемет! Ынталарың? Жарайсыздар. Енді осы жақсы көңіл күймен сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын ашық микрофон әдісі бойынша үйге берілген тапсырманы сұраймыз. Бірінші сауал. Әлеуметтік желі дегеніміз не? Кім жауап береді? Әлеуметтік желі дегеніміз қызығушылықтары бірдей адамдардың бір-бірімен байланысы ортасы. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі сұрақ. Қандай әлеуметтік желілерді білеміз? Болмаса қолданамыз. Жақсы, арман. Instagram, VK, WhatsApp, Twitter және де сыныптастар тағы да басқа әлеуметтік желілерді қолданамыз. Жақсы. Енді соңғы сұрақ. Қазіргі таңда әлеуметтік желісіз өмір сүруге бола ма? Әлеуметтік желісіз өмір сүруге болады, себебі керекті мәліметтерді журналдардан, газеттерден іздеп табуымызға болады. Жақсы, тағы кім жалғастырады? Менің ойымша, әлеуметтік желісіз қазіргі таңда өмір сүру мүмкін емес деп айтса да болады. Өйткені біз күнделікті өмірде барлық керекті ақпараттарымыз, бір-бірімізбен байланысу ортамыз барлығында осы әлеуметтік желіден аламыз. Әлеуметтік желісіз өмір сүруге болады, кейбіреуі болмайды деп жазсын. Әркімнің өзінің пікірі ерекше құндылық есептеледі. Жақсы, үй тапсырмасына жақсы жауап бересіңдер. Келесі біз осы жаңа тақырыпқа өткеніміз қазір қандай, не туралы өттік? Не туралы айттық саған? Сондықтан біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз ең көп қолданыстағы желілер деген тақырып болады. Енді біз осы тақырыпқа байланысты екі оқу мақсатын алдық. Бірінші оқу мақсаты мәтіндік және графикалық ақпараттарды интерпретациялау. Екінші оқу мақсаты мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу. Енді осы тақырыпқа мақсатқа біз бағалау мынандай критерияларын алдық. Мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялайды және мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілген процестерді сипаттап жазады. Және тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдерді келтіреді. Енді біз ары қарай сабағымызды жалғастыру үшін бірінші тапсырма бойынша жұптық тапсырма 5 проблемалық сұрақ және жауап әдісін қолданамыз. Қазір елімізде жалпы бүкіл әлемде болып жатқан жағдайға байланысты біз ең бірінші топқа бөлінеміз, топқа ерекше басқа түрде бөлінеді, осы тапсырмаларды орындаймыз. Мен сіздерге мынандай нәрсені тарап беремін, осы бойынша қазір топқа бөліне қоямыз. Тез уақыт алмайық. Instagram тобы мұнда келіңіздер. Тез Instagram тобы. VK тобы мұнда және WhatsApp тобында отырамыз. Біз топқа бөліндік, топпенен жұптық жұмыс жасаймыз. Жұптық жұмысты ара-қашықтықты сақтай отырып тапсырмаларды орындаймыз. Сіздерге 5 проблемалық сұрақ және жауап әдісі бойынша сіздерге мынандай тапсырма беріледі. Бұл тапсырманы орындамас бұрын біз осы тақырыптағы мәтінді оқиық. Оқи қойыңыз. Ғаламтордағы әлеуметтік желінің бірінші баламасын 1991 жылы Reddit қондырғысы іске қосқан. Ол класс-матрис деп аталатын яғни сыныптастар. Сайттың мақсаты бір сыныпта және бір мектепте оқылған достарды табуға мүмкіндік жасау. Жақсы. Мәтін түсінікті ме? Түсінікті. Жақсы. Мәтін түсінікті болса, осы мәтін бойынша ең көп қолданыстағы желілер деген мәтін бойынша әр оқушыға мынандай тапсырма береміз. Осы тапсырма бойынша осы мәтінді түсінгендерің туралы сауал және сол сауалға жауапты өздеріңіз жазасыздар. Тапсырма түсінікті ме? Ал енді бастайық. Жұптық жұмыс болғаннан кейін қасында отырған жұппен ара-қашықтықты сақтай отырып ақылдасуға болады. Оқысаңыз.
Кім аяқтады? Жақсы. Бәрекелді, тамаша. Әлеуметтік желілер уақыт ұрлаушы ма? Я, әлеуметтік желілер уақыт ұрлаушы. Осы желілер арқылы уақыттың қалай өткенін байқамай қаламыз. Жақсы. Жақсы балапсан. Сұрақ: неліктен адамдар желіге тәуелді? Жауап: себебі қазір ғаламтор желісіне көптеген сайттарға кіріп, басқа адамдармен байланыста бола аласың. Жақсы. Келесі. Жақсы, Тоғжан. Ғаламтордағы әлеуметтік желінің бірінші баламасы кім іске қосты? Жауап: Ренди Кондратс 1995 жылы іске қосты. Жақсы, рахмет. Мәтінді оқып, мәтіннің ішінен өзіміз сұрақтау, сол сұраққа өзіміз жауап бердік. Бұл сендердің мәтінмен қалай жұмыс істей алатындарының жақсы бір көрінісі. Осыған байланысты қазір мен сіздерді бағалаймын. Бағалау шкаласы бұрынғыдай жарайсың, керемет деген марапат сөздеріңіз болатын, қол шапалақтау. Ал қазір біз неге көштік? Балдық жүйеге көштік. Соған байланысты мен қазіргі жауап берген Тоғжанға 10 балл, Ақжарқынға 10 балл беремін. Жақсы, рахмет, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің өтетін тапсырмамыз екінші тапсырма бойынша кластер құрастыру. Қазір ғана мәтін бойынша оқылған, сол мәтіндегі нәрселерді біз кластерге түсіреміз. Ол бойынша сіздерге 3 топ: Instagram, ВК және WhatsApp тобы. Осы 3 топқа мен өздерінің түр-түсіне қарай кластер беремін. Яғни кластер Instagram сіздер пайдасы, зияны, ерекшелігі және айырмашылығы. Instagramның қандай пайдасы бар, қандай зияны бар, қандай ерекшелігі бар және айырмасы қандай? Осы туралы жазыңыздар. Қай топ дайын? WhatsApp тобы шығайық. Біз топ болып өзіміздің берілген тапсырманы бөліп алдық. Мен пайдасы мен зиянын айтам, ал Ерасыл болса ерекшелігі мен айырмашылығын айтады. Пайдасы: жақындарыңызбен, дос-туыстарыңызбен жақын байланыста болып хабарласа аламыз. Зияны: тәуелді болып адамдармен араласудан қалып тұйықталады. Денсаулыққа тигізер зияны да аз емес. Жақсы, жарайсың. Келесі. WhatsApp желісінің ерекшелігі: алыстағы адамдармен тез әрі жылдам хабарласа аламыз. Айырмашылығы: WhatsApp-тың айырмашылығы онда бір күндік, яғни 24 сағат тұратын статус бар. Онда кез келген сурет немесе видеоларды жүктеуге болады. Жақсы, жарайсыздар. WhatsApp тобы. Келесі қай топ дайын? Келесі Instagram тобы. Шығайық. Өзімізге берілген тапсырмадан Тоғжан екеуміз екі-екіден бөліп алдық. Мен пайдасы мен зиянын айтатын болсам, Тоғжан ерекшелігі мен айырмашылығын айтады. ВК тобында кім дайын? Бізде басқа топтар секілді дәл солай бөліп алдық. Мен пайдасы мен зиянын айтсам, Ақжарқын ерекшелігі мен айырмашылығын айтады. Ыбырай Алтынсарин атамыздың өнер білім бар жұрттан тастан сарай салғызған, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызған деген өлең жолдары бар. Осы өлең жолдарына байланысты қазіргі біз көп қолданатын мынау не нәрсе? Смартфон, яғни ұялы телефон. Енді қазір осы ұялы телефонды қаншалықты жағдайда қолданып жүрміз? Біреумен тіл табысқан кезде қандай жағдайда сөйлесе аламыз? Қаншалықты дәрежеде сөйлей білеміз? Яғни әр топтан екі оқушыдан шығып көрейік сөйлесіп. Ұялы телефонмен сөйлесу мәдениетін қаншалықты жағдайда біз ұстай алады екенбіз? WhatsApp тобы кім шығады екен? Жақсы. Қашықты сұрақтайық. Болса, Аружан. Сәлем Аружан, қалай? Жақсы, баласа, өзің қалайсың? Менде де барлығы жақсы. Не істеп жатсың? Сол үйде отырған. Мен әлеуметтік желілерде дәл қазір Instagram желісінде отыр едім. Маған қандай қызықты парақшаларға кіруге болады, сол туралы айта кетсең. Мен өзім бір парақшаны білемін. Ода көптеген заттар сатады және арзан.
Соны мен қазір саған Instagram парақшасынан белгілеп жіберемін. Онда көмегіңіз көп көп рахмет. Сау бол. Сау бол. Жақсы, жарайсыңдар, тамаша. Жақсы балалар. Енді қазір қараңыз. Өз құрдастарымен, өз сыныптастарымен қазір ұялы телефон арқылы пікір алысыңдар, сөйлесіңдер. Енді сіздерге мынандай сұрақ. Қай топта шыққан оқушы барынша ұялы телефонмен сөйлесу мәдениетін сақтай алды? Instagram ба, WhatsApp және ВК тобының қай оқушылар кім қандай пікір айтады? Менің ойымша WhatsApp тобы жақсы сөйлесе алды, себебі олар өз пікірлерін ашық жеткізе білді. Жақсы, келесі. Менің ойымша ВКонтакте тобы өте жақсы белсене атсалысты, өйткені олар осы желінің бізге пайдасы туралы да айта кетті, және де онымен қалай хабар алмаса алатынымызды да айтты. Жақсы, жарайсың. Келесі ай барынан пікір айтатындар тағы. Тоғжан? Менің ойымша ВК тобы өте жақсы өз ойын пікірін жеткізе алды. Олар өздерінің сабақ туралы сабақтың бір-біріне айтатындығын түсіндірді. Жақсы, жарайсың. Мына суретте не берілген? Әлеуметтік желілер. Осы әлеуметтік желілерді әр оқушыға таратамын. Осы туралы қай әлеуметтік желі сіздерге ұнайды? Онымен не жасайсыздар? Осы турасында 3 минуттың ішінде маған жазып, әр топ жеке-жеке жұмыс жасап, жеке жұмыспенен тапсырмаларыңызды орындайды. Ал жақсы балалар, кім дайын? Показовмын. Лайк арқылы біз түрлі ұнаған фотоларға бүлбіл баса аламыз. Facebook арқылы біз елдегі болып жатқан жаңалықтарды біле аламыз. Жақсы. Келесі. Маған бұл жердегі таныш желілердің бірі Google. Бұл Google-да біз өзімізге сабаққа керекті немесе басқа да тақырыптағы өзіміз түсінбеген кез келген сұрақты жазып жауабын ала аламыз. Өте жақсы, жарайсың. Ерасыл. Мен бұл жерде YouTube желісін білемін. YouTube желісінен өзімізге қызықты, өзімізге керекті видеоларды тауып көре аламыз. Жақсы. Қазір сіздерге берілген сауалдарда кім қаншалықты дәрежеде желіде отырады, болмаса кім қандай қолданысты желіні қолдана алады екенін білдік. Сендердің желі, яғни ғаламтор арқылы сауаттылықтарыңды байқатып, рахмет. Ал қазір балалар, сендер біраз әлеуметтік желілерді біледі екенсіңдер. Осыған байланысты біздің мұғалімдеріміздің сіздерге дайындаған кішігірім сауалы, соған жауап іздеп көрейік. Кім қалай жауап береді? Ал тыңдайық. Лайк дегеніміз не? Түсіндіңіздер ме? Лайк дегеніміз не? Емін. Егерде сіздерге суреттер мен видео ұнаса, сол суреттердің видеолардың үстінен löпіл басу. Өте жақсы, тамаша, жарайсыз. Хэштег дегеніміз не? Әлеуметтік желіге жүктеген суретті немесе видеоны тез тауып алу үшін белгілейтін нәрсе. Хэштег. Аккаунт дегеніміз не? Әсемі. Әлеуметтік желідегі өзіміздің жеке парақшамыз. Жақсы, жарайсың. Сіздерге ұстаздардың қойған сауалына толық жауап берді деп ойлаймын. Ал балалар, біздің сабағымыз өзінің мәресіне жеткен сияқты. Енді осы сабақты қорытындылау мақсатында мен сіздермен өрмекші торы әдіс арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Ерасыл, бүгінгі сабақтан не алдың? Осы сұраққа жауап есебінде қорытындылаймыз. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады, әрі қызықты болды, өйткені мен өзім білмейтін әлеуметтік желілер жайлы сыныптастарым арқылы білдім. Өте жақсы, тамаша. Маған бүгінгі сабақ түсінікті өтті, және де әлеуметтік желілер туралы толықтай біле алдым деп айта аламын. Тоғжан? Маған бүгінгі сабақ ұнады. Мен бүгінгі сабақтан әлеуметтік желілердің бір-бірінен айырмашылығы мен ерекшеліктерін түсіндім. Әсем айт. Маған бүгінгі сабақ ұнады, және тапсырма 3 топта тартысты болды. Өте жақсы, жарайсыңдар. Мен қазір сіздердің айтқан пікірлеріңізді тыңдай отырып, бүгінгі өрмекші торы қалай мықты болатын болса, білесіздер, өрмекші торының қандай мықты болатынын. Сендердің де болашақта алған білімдеріңнің мықты болып,
еліміздің мықты азаматтық пен азаматшасы болатындарыңа және мектебіміздің мақтанышы болатындарыңа сенім білдіремін. Тапсырма әлеуметтік желілер туралы шартты белгілермен танысып, солар туралы есте жазып береміз. Әркімнің өз пікірі құнды екенін ұмытпаңыздар. Сондықтан тағылау алмағашына бүгінгі сабақ туралы, бүгінгі сабақта алған әсерлеріңіз туралы өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Жақсы, рахмет, сабақ аяқталды.